Сәлеметсіздер ме, құрметті сегізінші сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен алгебра пәні бойынша 490 теңсіздіктер бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Бұл жерде бар болғаны 3 тапсырма. Әр есептің толық нақты шешуін мұқият үйреніп, дайындықтарыңызды шыңдап алыңыздар. Ал бастайық. Бірінші есеп 8 балдық. Әрбір теңсіздік үшін тиісті тұжырымды көрсетіңіз, жауабыңызды негіздеңіз дейді. Бұл жерде беріліп тұр 4 теңсіздік және 6 түрлі тұжырым. Әр тұжырымның жазылуы қандай екенін алдымен қарап шығайық. Бірінші тұжырымда екі аралықтың бірігуі болып табылады дейді, яғни теңсіздік шешімі мына түрде жазылған болу керек. Екіншісі барлық сан аралығы дейді, яғни ол минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деген сөз. Теңсіздік шешімі тек қана бір нүкте болатын болса, ол былай жазылады. Жабық аралық дейтін болса, ол тік шақшамен екі түбіріміз беріледі. Келесі жауап ашық аралық болатын болса, осы екі түбір жай жақшамен жазылып тұрады. Ең соңғысы шешімі жоқ, ол қалай белгілеуді білесіздер. Ал қарастырып бастайық. А теңсіздігі квадрат теңдеу түрінде жазып алып, түбірлерін тауып бастаймыз. Бұл жерде енді x квадрат алдында қандай да бір коэффициент бар, демек дискриминантпен шығарамыз. Дискриминантымыз 0-ге тең екен, бізде демек 2 бірдей түбір шығады. Ол түбір бізде минус 2-ның 3-ке қатынасы екен. Интервал әдісі арқылы шешуін табатын болсақ, теңсіздік белгіміз қатаң түрде, демек ішін боямай белгілейміз. Екі түрлі аралық бөліп алдық. X квадрат алдында оң сан болғандықтан оң таңбадан бастаймыз, оң жақтан. Енді бізде түбір жұбыр рет кездескен түбір болғандықтан екі жағында бірдей таңба қойылады. Ал бізге теріс аралық керек еді. Демек, бұл теңсіздіктің жауабы шешімі жоқ деген. Демек, А теңсіздігімізге сәйкес тұжырым 6-шы тұжырым екен. Ары қарай Б теңсіздікті қарастырып бастайық. Оны да алдымен қарапайым квадрат теңдеу түрінде қарастырып түбірлерін тауып алуымыз керек. Бұл бізде келтірілген квадрат теңдеу болғандықтан бірден түбірлерін жүйе теоремасы арқылы анықтап аламыз. Бізде 48-ді көбейтшіге жіктедік 8 пен 6 деп, минус 48 болғандықтан 8-дің алдына минус қойдық. Тексеретін болсақ, екі түбіріміз көбейтіндісі минус 48, қосындысы минус 2 қарама-қарсы таңбамен апарып қойған кезінде плюс 2-ні береді. Сол жаққа кіші түбіріміз ішін бояп тұрып белгілейміз, өйткені теңсіздік белгісі бізде қатаң емес. Минус 8 және оң жақта үлкен түбір 6. Үш түрлі аралыққа бөлеміз. X квадрат алдында оң таңба демек. Оң жақтан оң таңбамен бастаймыз, ары қарай кезекпен ауысып отырады. Бізге керек аралық теріс таңба тұрған аралық. Сонымен жауап бізде іші боялғандықтан тік жақша минус 8-ден 6-ға дейін деген жауап. Енді бұл жерде тұжырымдардың Б теңсіздікке сәйкес болатыны жабық аралық деген, бізде ол 4-ші тұжырым. Ары қарай В теңсіздікті қарастырып бастаймыз. Оны да қарапайым теңдеу ретінде жазып алып, түбірлерін жүйе теоремасы арқылы табатын болсақ, ол түбірлер бізде 4 және минус 1 болады. Тексерейік. Көбейтіндісі минус 4, қосындысы 3-ке тең қарама-қарсы таңбамен апарып қойылған. Теңсіздік белгісі қатаң болғандықтан ішін боямай, сол жаққа кіші, оң жаққа үлкен түбірді белгілеп, 3 түрлі аралыққа бөлеміз. Таңба оң таңбадан басталып кезекпен ауысады. Бізге керек аралық оң таңбалар тұрған аралық. Жауапқа жазатын болсақ, бізде ол минус шексіздіктен минус 1-ге дейін және 4-тен плюс шексіздікке дейін деген аралық екен. Демек, бұл В теңсіздігімізге сәйкес тұжырым бізде екі аралықтың бірігуі ретінде деген тұжырым бірінші тұжырым. Ең соңғы Г теңсіздікті қарастырып бастайық. Оны да қарапайым теңдеу ретінде түбірлерін іздейтін болсақ, бұл бізде қысқа көбейту формуласы бойынша x азайтылған 2-ның квадратын береді. Демек, бұл жерден шығатын түбіріміз 2 бірдей түбір, ол 2-ге тең деген түбір. Сан аралығында 2-ні белгілейтін болсақ, ішін бояп тұрып белгілейміз, өйткені
қатаң емес теңсіздік белгісі. Екі аралыққа бөлеміз. Таңба оң таңбадан басталады және жұп рет қайталанған түбір болғандықтан екі жағында таңба сақталады. Сонымен жауап бізде үлкен аралық керек еді, толықтай штрихталады. Сонымен қатар 2 де жауапқа кіреді. Демек бізде шешім барлық нақты сандар жиыны немесе оны г теңсіздігімізге сәйкес тұжырым минус 6-тен плюс 6-ке дейін деп белгілесек те болады. Екінші тұжырым сәйкес келеді. Сонымен бірінші есеп толықтай аяқталды. Екінші есепті бастайық. Бар болған 2 балдық қарапайым есеп. Бұл жерде қараңыз, қандай да бір теңсіздік берілген және оның шешімі бар. Теңсіздік берілгенде қандай да бір а және б мәндері берілген, олардың сан мәндерін анықтауымыз керек. Теңсіздік шешімінде 3 түрлі түбір кездеседі. -9, 2 және 6 деген түбірлер. Демек 3 жақшадан осы 3 түрдегі түбір шықты. Енді бізде қараңыз, 2х -4 деген жақшамызды 0-ге теңестіріп түбірін табатын болсақ, бізде ол 2-ге тең. Демек мына 2 деген түбіріміз сол жақшадан шыққан түбір. Ал х қосылған а жақшамызды 0-ге теңестіретін болсақ, х-іміз қандай да бір -а деген қандай да бір теріс санды береді. Демек бізде а -9-ға тең деген сөз. Келесі х азайтылған в үшінші жақшаны қарастыратын болсақ, х-іміз қандай да бір в деген оң санға тең екен. Оң санымыз 6-ға тең деген сөз. Сонымен а және б мәндерін анықтап алдық. Үшінші есеп. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Бұл жерде берілген теңсіздіктер жүйесі біреуі квадрат теңсіздік, екіншісі сызықтық. Екеуінде жүйенің екі теңсіздігінде теңдеу ретінде қарастырып түбірлерін тауып бастаймыз. Біріншісі квадрат теңдеу болды. Оның түбірін х квадрат алдында қандай да коэффициент бар болғандықтан дискриминантпен іздейміз. Квадрат теңдеуімізден 2 түбірді тауып алдық. Енді сызықтық теңдеуімізден 3-ші түбір деп қарастырайық. -2,15-ке тең екен. Табылған 3 түбірді де бір сан өсінде өсу ретімен белгілеп алайық. Теңсіздігіміз кіші деп тұратын болса, табылған 2 түбірдің аралығын штрихтаймыз. Ал сызықтықтан -2,5-нан үлкен деген аралық оң жаққа қарай штрихталады деген сөз. Енді жалпы теңсіздіктің жауабы жоғары төмен жақта штрихталған аралық, яғни қиылысуы. Бұл бізде тік жақшамен -2,15-тен -1-ге дейін деген аралық. Үшінші есебіміз де аяқталды. Құрметті білім алушылар, қарастырылған 3 есепті сіздерге толықтай түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийде қалдырыңыздар. Барлықтарыңызға бақылаудан жақсы нәтиже алуларыңызға тілектеспін.